Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін біз қазақ тілі пәнінен 2-ші тоқсанға арналған 90-дық жиынтық бағытты орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма тыңдалым және айтылым. Балалар, мәтінді мұқият тыңда және төмендегі сұрақтарға жауап бер. Бөгде адам. Балалар жол бойымен жүріп келеді. Олардың алдында бір қарт әже кетіп бара жатты. Жолдың бетін мұз басқан, тайғанақ болатын. Бір кезде қарт әжей тайғанап кетіп құлап қалды. Бұл бала әжейге қарай тұра ұмтылды. Ол әжейді орнынан тұрғызып, жолдан өтуіне көмектесті. Қыз бала әрі қарай жүре берді. Ол досы өз әжесіне көмектесіп жатыр деп ойлады. Бірақ әжей мүлде бөгде адам еді. Ал енді балалар, төмендегі сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ: саған қай кейіпкердің іс-әрекеті ұнады немесе ұнамады? Неліктен? Екінші сұрақ: мәтіннің мазмұны бойынша қандай ой түйдің? Балалар, енді осының жауабын төмендегі бал қою кестесі арқылы тексеріп көрейік. Яғни ықтимал жауаптарын көріп жіберейік. Бірінші сұраққа: маған ұл баланың ісі ұнады, себебі ол өзі танымайтын әжейге көмектесті. Ұл бала ұнады, себебі ол құлап қалған әжейге көмектесті. Маған қыз бала ұнамады, себебі ол өзі танымайтын кісіге көмектескісі келмеді. Қыз баланың бөгде адамға көмектеспегені ұнамады. Яғни кейіпкердің іс-әрекетіне қатысты өз көзқарасын білдіреді және дәлелді пікір айтады. Ойын жүйелі жеткізіп, жеткілікті сөздік қорын айту қажет болады, балалар. Ал екінші сұрақ бойынша ықтимал жауабымыз: үлкендерге көмектесу керек, өзімшіл болмау керек деп жауап берсек болады екен. Бірінші тапсырма бойынша барлығы 5 балл жинауымыз қажет екен. Келесі, екінші тапсырма оқылым. Балалар, мәтінді оқимыз. Мәтінге сәйкес сұрақты анықтап, байланыстырып сызады екенбіз, балалар. Екінші, мәтіннің түрін белгіле. Яғни, міне, пайымдау мәтіні ме, сипаттау мәтіні ме, әңгімелеу мәтіні ме, осы берілген мәтіндердің қай түріне жататынын белгілеуіміз қажет екен. Екінші, мәтіннің ортасын білдіретін бөлікті, яғни мына мәтіннің ішінен ортасын білдіретін бөлікті тауып, қоршап сызады екенбіз. Үшінші сұрақ: Әселдің сабаққа кешігуінің себебі неде? Сұраққа жауап жазамыз. Төртінші, мәтінге ат қою керек екен, балалар. Балалар, енді төмендегі бал қою кестесіне қарай отырып, біз ықтимал жауаптарды көрейік кәне. Бірінші жауапқа не істеді деген сұрақ қойылады екен. Мәтіннің түрі әңгімелеу мәтін екен. Ал мәтіннің ортасын білдіретін бөлік міне, біз көріп тұрғанымыздай, міне осылай біз қоршап сызуымыз қажет. Ал Әселдің сабаққа кешігуінің себебі не екенін төменнен білейік. Себебі ол өзін ұзақ уақыт ретке келтіріп тұрды. Айнаның алдында ұзақ тұрды, киінуге көп уақыт жіберіп алды деген сияқты осы сұрақ, осы сөздер сәйкес келеді. Ал қандай ат қою керек болса, мысал үшін, алғашқы күн, мектепке дайындық, айна алдындағы кідіріс, мектепке кешігу деген сияқты аттарды қойсақ болады екен. Яғни оқылым бойынша барлығы 5 балл жинауымыз қажет. Үшінші тапсырма жазылым. Балалар, сөйлемдерді сөйлем түрімен сәйкестендір. Сөйлемнің соңына тиісті тыныс белгісін қой дейді балалар. Төртінші, міне балалар берілген сызбаға мұқият қараймыз. Сөйлемдегі сөздердің байланысын анықтаймыз. Сызба бойынша 2 қабарлы сөйлем құрастырып жазады екенбіз, балалар. Ал енді бал қою кестесіне қарай отырып, тексеріп көрейік, яғни ықтимал жауаптарын. Бірінші, өркенің өссін қарағым деген ол лепті сөйлем екен.
Тоғайда түрлі аңдар болады. Бұл хабарлы сөйлем. Қалада қандай үйлер бой көтерді? Бұл әрине сұраулы сөйлем. Сөйлемнің соңына тиісті тыныс белгілерін қояды екенбіз. Әр дұрыс сәйкестікке 1 балдан қойғанда барлығы 3 бал жинайды екенбіз. Келесі сұрақтың жауабы ықтимал: қалада биік үйлер салынды, Айжан қызық кітап оқыды. Яғни, сызбаға сәйкес кез келген дұрыс сөйлем қабылданады. Әр сөйлемге 1 бал қойылады екен. Барлығы 5 бал жинайды екенбіз балалар. Балалар, бізге 90-дық жиынтық бағалауға 40 минут уақыт беріледі. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.